Қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Сіздермен бірге Гүлжан Анарбайқызы және Нәзікжан каналы. Бүгін сіздерге Хадиша анамыздың өмірі жайлы айтатын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Хазірет Хадиша ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның ар-намысы таза, адамгершілігі мол, өмірлік жан серіктерінің алғашқысы. Арабтардағы ең беделді тайпа Құрайш тайпасы болса, ол сол тайпаның ең текті отбасыларының бірінің перзенті болатын. Әкесінің аты Хуайлид, анасының аты Фатима. Хадиша анамыздың шежіресі әке жағынан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бабасы Құсайға, шеше жағынан пайғамбарымыздың аталары Люайге келіп тірелетін. Құрайш қыздарының ішіндегі көргендігі, көркемдігі, ибалылығы мен дәулеті жөнінен ерекшеленетін Хадиша жахилия кезеңінің өзінде тахира, яғни пәк арлы әйел атағына ие болған абзал тұлға. Алғашында ол Атих ибн Азизге тұрмысқа шығып, одан бір қызды болды. Ол қайтыс болған соң Темим руынан Әбу Халамен отау құрып, одан бір ұл, бір қыз тапты. Алайда бұл күйеуі де қайтыс болып, жесір қалды. Содан кейін де аты мен заты дара Хаса сұлу Хадишаны талайы айттырды. Бірақ текті Хадиша теңі кездеспегендіктен олардың ешқайсысын көңілі қош көрмеді. Дәулетті Хадиша саудамен айналысып, жыл сайын Шамға керуен жөнелтетін. Мұхаммед Мұстафаның саллаллаху алейхи уассалам сенімді, тәрбиелі, ісіне адал жан екенін естіп біліп, оған Шамға баратын. Сауда керуенін басқаруды ұсынды. Аманатқа қиянат жасамайтын Мұхаммед Әмин сенімді саллаллаху алейхи уассалам бұл ұсынысты қабылдап Шамға аттанып кетті. Керуен 3 ай жол жүріп, соңында Шамға табан тіреді. Меккеден әкелінген заттар сатылып, қажетті тауарлар алынды. Осылайша керуен қайтадан Меккеге аттанды. Бұл жолғы керуен бұрынғыларға қарағанда 2 есе көп пайда түсірген еді. Осы керуен сапарына Хазірет Хадишаның қызметшісі Майсара да қатысты. Майсара жол бойы Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жайдары мінезді, байсалды, шыншыл, еңбекқор әрі тындырымды жан екеніне куә болып оралған бетте Хадиша анамызға оны аузынан суы құрып мақтап бітіре алмады. Осы әңгімеден кейін Хадишаның жүрегінің төрінен адамзаттың ардақтысы саллаллаху алейхи уассалам деген сенім мен сүйіспеншілік орын алды. Көп ұзамай текті Хадиша оған тұрмысқа шығу жөніндегі ұсынысын жасады. Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Әбу Талибке жағдайды баяндады. Әбу Талиб барып, Хуайлид қызы Хадишаға құда түсті. Екі жақ келісіп, Хадишаның үйінде той жасалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Хадиша анамыздың некесі қиылды. Бұл кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 25 жаста, ал Хадиша анамыз 40 жаста болатын. Олардың Қасым, Зейнеп, Рухия, Үммі Гүлсім, Фатима және Абдуллах деген 6 перзенті болды. Қасым мен Абдуллах кішкентай кезінде Меккеде қайтыс болды. Пайғамбарымыздың Хазірет Фатимадан басқа перзенттерінің бәрі өзінен бұрын Бақиға аттанды. Пайғамбарымыз дүние салған соң 6 ай өткенде Фатима анамыз сүйікті әкесінің қасына кетті. Бұл отбасы Меккедегі ең бақытты, ең үлгілі шаңырақ еді. Хадиша анамыз жұбайын әрдайым құрметтеп, отбасының пірі санайтын, материалдық және рухани жәрдемін жан-жарынан еш аяған емес. Пайғамбарымыз да аяулы жарын Хадиша Хубра, ұлы Хадиша деп еркелететін еді. Хазірет Әли Хадиша анамызбен пайғамбарымыздың шаңырағында тұрды. Хазірет Хадиша бала Әлиді аналық мейірімге бөлеп өсірді. Пайғамбарымыз Хира үңгірінде жиі оңашалануды әдет еткенде, Хадиша анамыз отағасына сағаттап жол жүріп, 866 метрлік Нұр тауына көтеріліп, Хира үңгіріне өз қолымен ас апаратын. Кейде жолдары қазіргі Ижаба мешіті деп аталатын жерде түйісіп, сонда бірге түнейтін. Кейіннен пайғамбарымыз қайтадан үңгірге қарай бет алып, Хадиша анамыз үйге қайтатын. Жәбірейіл арқылы уақи түскенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең алғаш Хадиша анамызға айтып сыр бөліседі.
Хадиша анамыз ең алғаш иман келтіріп исламды қабылдаған мүміндердің көшін бастайды. Расулалла Жәбірейіл періште үйреткен дәрет алу мен намаз оқуды алғаш рет жарына үйретті. Расулаллаға алғаш жамағат болғанда Хадиша анамыз еді. Бірде Жәбірейіл періште Хадиша анамызға адам кейпінде көрінген. Жәбірейіл періште Расулаллаға саллаллаху алейхи уассалам арқылы Хадиша анамызға қуанышты хабар сүйіншілейді. Мына келе жатқан Хадиша, қолында азығы мен сусыны бар. Оған Раббымнан және менен дұғай сәлем айт. Бұған қоса, жәннатта оған інжуден салынған сарай сыйға берілетінін, ол жерде шаршау да, шу да болмайтынын айт дейді. Хазірет Хадиша өте жомарт жан еді. Ол өзінің дүние байлығын Алла елшісі мен ислам жолына арнады. Сондай-ақ ол өзіндік құрмет ретінде еріне қатысты қызметті түгелдей өзі атқаруға тырысты. Бұл іске қызметшілерді араластырмады, өйткені күйеуіне деген қызметті құлшылық ретінде қабылдады. Меккені азат еткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең әуелі Хадиша анамыздың қабірінің басына барып көп дұға жасайды. Айша анамыз пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам дүниеден әлдеқашан өтіп кеткен Хадиша анамыздан қатты қызғанатын. Хадишаны көзім көрмесе де Расулалланы дәл сол кесіден қызғанғандай өзге ешкімнен қызғанған емеспін, өйткені ол Хадишаны көп еске алып сыртынан мақтап отыратын. Қой соя салса етін жіліктеп Хадишаның құрбыларына да беріп жіберетін деген. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолымен аспан мен жерді көрсетіп, көктегілер арасында ең ізгі әйел Имран қызы Мәриям болса, жер бетіндегі әйелдер арасындағы ең ізгісі Хуайлид қызы Хадиша деп оның артықшылығын білдірген. Мүміндердің анасы Хадиша Кубра пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеден Мәдинаға көшерден 3 жыл бұрын 65 жасында дүние салды. Ол қайтыс болмастан аз ғана уақыт бұрын пайғамбарымыздың сөзін сөйлеп мүшриктердің азабынан қорғаштап келген ағасы Әбу Талиб те көз жұмған еді. Екі бірдей қолдаушысынан айырылған пайғамбарымызға бұл ауыр соққы болып тиді. Сондықтан да бұл жыл қаралы жыл деп аталды. Қилы заманда өзіне әрі қолдаушы, әрі көмекші, әрі кеңесшісі болған алғашқы жол серігі Хадиша анамыздың орны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үшін мүлдем бөлек. Хазірет Хадиша анамыз көз жұмса да пайғамбарымыздың оған деген махаббаты бір мысқал да кемімеген. Хадиша анамыздың туыстарынан қолдан келген көмегін аямайтын. Оның көрсеткен жанқиярлықтарын әлемдердің сұлтаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрқашан аузынан тастамайтын. Адал жары Хазірет Хадиша жайлы жиі айтатын соншалықты Айша анамыз Аллах Расулын одан қызғанатын. Күндердің бір күнінде пайғамбарымыз Хадиша анамыздың жақсылықтарын тағы есіне алады. Айша анамыз шыдай алмай, үнемі Хадишаны айтасыз, Аллах тағала сізге одан да жас әрі әдемі әйелдер берді емес пе дейді. Тозаңдай жақсылықты ұмытпайтын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Аллах Хадишадай қайырлы жар сыйлады. Ел мені мойындамай күпірлікті күңсіген қоқсығын ақтарып жүргенде ол иман келтірді. Жұрт түгіл мен өтіріксінгенде ол растап қолдады. Халық менен не нәрсесін болса да аяп, итіне жегізгенде ол дәулетіне ортақ етті. Аллах тағала тек қана содан маған перзенттер нәсіп етті деді. Хадиша анамыз жайлы бұл сөздерді естіген Айша анамыз айтқанына ұялып, «О Расулалла, сені пайғамбар етіп жіберген Аллахқа ант етейін, бұдан кейін Хадиша жайлы естеліктеріңді айта жүруіңді өтінемін» деп пайғамбарымыздың көңілін аулаған еді. Алла тағала біздің бәрімізді осы анамыздың лайықты ұрпағы етсін және бәрімізді оның сарайындағы жұмаққа жинасын. Әумин.